Ассалаумағалейкум ағайын, достар, бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз акула балығы халал ма? Сіздермен мен Кәрім Қаратай, халықаралық халал стандартының аудиторы, International Development of Halal Type компаниясының директоры. Енді балыққа келетін болсақ, мына бізде Ханафи мазхабында теңіз жануарларынан балықтың түр-түрінің барлығы, яғни үлкен киттен бастап дейді, кішкене шабақ балықтарға дейін халал деген. Енді акуланы көбінесе маған сұрақ қойып жататын тұғын, оның жыртқыш жануар емес па, жыртқыш жануарлардың бәрі харам деген ғой, деген хадисте бар, үкімдер бар ғой деп көп діни сауаты бар азаматтар, кейде имамдар сұрақ қоятын баяғыда, ертеректе. Сонда оның тісі бар, адам жейді ғой деген сияқты, олардың уәждері сол. Жыртқыш тісі бар, яғни пляжда шомылып жатқан адамдарды жеп кетіп жатқан телевизордан көреміз анда-санда деп. Содан кейін ізденіп бәрін қарадым. Маида сүресінің 96 аятында сіздерге және де қажылықта жүргендерге және сапардағыларға сіздерге өте пайдалы теңіз жануары халал әрі пайдалы деп келеді. Содан үкімді алып Ханафи мазхабының ғұлама ғалымдары, мүжтахидтері, яғни осы балыққа киттен бастап шабаққа дейін, болмаса креветкаға дейін деген ғалымдар да болған. Креветканы кішкене балыққа түріне жатқызып, оны халал деген. Ал енді имам Абу Ханифаның өзінің жеке жаңағы зерттеуінде, оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянын зерттеген кезде балықты ғана тұтынған, сахабалар балықты ғана тұтынған екен. Содан кейін қалған мынау жануарларды, теңіз жануарларын жаңағыдай жеуге, халал деуге жаңағыдай аузы бармаған, яғни батыл жетпеген да. Сондықтан сонымен шектелген. Енді оған енді көбінесе маған сұрақ қойды, оған дәлел келтіру керек, олардың жаңағыдай дәлел келтіру керек болды. Одан кейін мынау балықтың қарында қалып қойған жалғыз пайғамбар болды, яғни Жүніс пайғамбар алейхиссалату вассалам. Не қылды? Ол кісі жаңағыдай халқының бәрін Алланың рұқсатынсыз тастап кеткеннен кейін, ол кісіге, ол пайғамбарға алейхиссаламға жаңағыдай рұқсат Алла бермеп еді, тастап кеткеннен кейін теңізге жаңағыдай жүзіп халқым оңбаған деп кеткеннен кейін түзелмейтін болды. Мен қанша насихат айттым, сабырсыздықтан шығып кеткен теңізге, кемеге. Сонда кемеде жеребе тастап, оны жаңағыдай кінәлі қылып суға тастаймыз. Біздің арамызда бір күнәһар бар, соның кесірінен біз дұрыс бағытқа жүзе алмай жатырмыз, соны теңізге тастаймыз деп барлығы келіседі. Сонда жеребе жаңағыдай Жүніс алейхиссаламға түскен екен да. Сонда теңізге лақтырылғаннан кейін оны үлкен балық жеп қояды. Балық деген ол кит дейді. Енді Абдуллах ибн Аббас радиллаху анху оны жаңағыдай тәпсірінде айтады. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин деген аятты, яғни айтпағанда дейді, балықтың қарында қалып қоятын еді қиямет қайымға дейін дейді. Содан кейін тағы бір Абдуллах бин Жабир бин Абдуллах ба, сол бір сахабадан риуаят бар, сахих хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы сахабалары, асхабы керамдары сапарға ма бір жорыққа шыққан болды, бір жорыққа жаңағы. Ғазауаттан келе жатқан кезде теңіздің бойында үлкен китті, жаңағыдай кит балығын, үлкен балықты кездестіреді, жағаға шығып кеткен толқынмен, соны жаңағыдай азық қылып жеген. Пайғамбарымыз сол сапардан келгеннен кейін, яғни жихадтан келгеннен кейін пайғамбарымыз айтады, ол жаңағыдай біздің жеген үлкен балығымыз халал ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағыдай мүбәрак қолдарын созып, кәне маған да беріңдерші деген екен, бар болса деп. Сол кезде бір жаңағыдай кусогын, бір жаңағыдай бөлігін орап, жаңағыдай сахабалар алып алған екен, сол бір сахаба береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеген туралы риуаят етеді. Тағы бір хадистерде теңіз жаңағыдай несін суымен кейде суымыз болмай қалады, дәрет алуға бола ма деп сахабалар келген кезде, теңіздің суы таза, дәретке жарамды, оның ішіндегі балықтар да таза деген. Енді мына Ханафи мазхабынан тыс мазхабтағылар, мына Шафиғи мазхабы айтқан, менің әкем теңізден шықса да жеп қоятын деген екен. Сондықтан да Шафиғи мазхабын ұстанатын Индонезия, Малайзия, Юго-Восточный Азияларда көбінесе ұстанады. Ол жақта жаңағыдай крабтар, неше түрлі теңіздегі шаяндарды жей береді. Олардың мазхабында солай кеңінен алған аятта, теңіз жануары дегенге олар кеңінен қарағанда. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламыз жаңағыдай көрдіңіздер, яғни Юнус алейхиссаламды киттің жеп қойғанын, және де Абдуллах ибн Аббастың ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин деп тәубе етпегенде, яғни Алланы пәктеп, жаңағыдай
өз өзіме зұлымдық жасадым деп өзіне тәубесіне келмегенде балықта, ол балықтың ішінде қалып қоятын еді дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үлкен киттің жаңағыдай адамды пайғамбарды жұтып қойғанын біледі ғой. Біле тұра сонда да оны жаңағыдай жыртқыш деген жоқ. Ол балықты жаңағыдай қаншама сахабалар жеген. Соны бір еліміздегі үлкен дін танушы доктор, ислам дінінің докторы сол кісімен осы мәселені талқылаған кезде 300 дей ма сахаба ма 150 дей ма сахаба жеген деп нақты зерттегенін айтып берген маған. Сондықтан да ол жаңағыдай киттің өзі адам жұтып қойған кезде, пайғамбар жұтып қойған кезде пайғамбар китті жеді. Енді қиясқа болатын болсақ, бұл жерде акуланың өзі адам жегенімен, ол енді теңіз жануары, ол халал. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеген болушы еді. Өйткені теңіздің жаңағыдай жануарлары адал деп көбіне балық тектес балықты жеген. Сондықтан тек қана балықты жегеннен кейін үлкен балықты, жаңағы китті жеді, кішкене балықтарды аулап жеген туралы сондай нақты хабарларды зерттеп, Ханафи мазхабында оны халал деп пәтуасын, үкімін бекітіп қойған да. Сондықтан да ол жаңағыдай тісі бар екен, жыртқыш екен деген ол үкім теңіз жануарларына жүрмейді. Екіншіден, теңізден бөлек жануарларға ол жыртқыш деген үкімде айтылған. Мысалы үшін жыртқыш аңдар, жыртқыш құстар деп. Яғни құрлықта өмір сүретінге қатысты. Енді теңіз жануары адал деп Құранда нақты аят келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі келді. Ал енді адам жеуге байланысты мәселені сіздерге түсіндіріп айтып бердім. Яғни пайғамбардың өзін жеп қойған үлкен кит, ол Аллахтың қалауымен. Аллахтың елшісі сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламыздың өзі киттің етін жеген, сахабалармен қосылып бір өзі жеген жоқ. Сондықтан да ол адал болып үкімі бекітілгеннен кейін оны Аллахтың елшісі жеді. Одан кейін жаңағыдай акуланы да жеуге болады. Индонезия, Малайзияға барған жігіттер болатын болса, көреді, ол жақта тірідей жаңағыдай акула жүзіп жүрген жерден ұстап, жаңағы сорпасын істеп береді мысалы үшін. Оны жаңағыдай Құранда өте пайдалы, сапарда жүргендерге және де жаңағыдай қажылықта жүргендерге өте пайдалы дейді да. Енді оның теңіз жануарларында өте жаңағыдай микроэлементтерге бай, біздің ағзамызға пайдалы кальций дейсіз бе, фосфор дейсіз бе, өте керекті ағзамызға дәрумендер барлығы бар. Сондықтан да Құранда соны Алла тағала бізге меңзеп тұрған болу керек, өте пайдалы. Кейін сапардағыларға не үшін пайдалы? Ол өте сіңімді, ауыр тамаққа жатпайды. Адам өзі сапарда жүрген шаршап шалдығуы мүмкін, бірақ ода өте жаңағыдай адамға тамағына қорытылуына өте жеңіл келеді да, бізге керекті витаминдер өте бай. Сондықтан да сіздерге Алла тағала разы болсын. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болатын болса, таратыңыздар, бөлісіңіздер. Акуланы жаңағыдай жегісі келетін турист болып сыртқа шығып жатқан адамдар болатын болса, бисмилля деп жей беріңіздер, ол халал. Сондықтан да сіздерге денсаулық тілеймін. Тек қана таза, халал тамақтан азықтаныңыздар, дұға тілектеріңіз қабыл болуына кепіл болады. Және де ұрпақтарыңыздың салихалы болып өсуіне де адал рызық өз септігін тигізеді. Сау саламатта болыңыздар.